Алматыда 69 жолдың үстінен өтетін мост бар екен. Соның 50-інде подъемный механизмдары бар екен. Адамдарды көтеретін, түсіретін лифті ма, әлде мынандай платформалар бар. Соның біреуі де істемейді. Мен сіздерге кепіл берем. Өйткені мен алдыңғы посттарда әдейі жүріп, соны түсіргенім бар. Соған ешқандай реакция жоқ. Акиматтанда да, ешқай жерден де. Сол үшін де сіздерден сұрайтыным, өпіл басып, репост жасап, рекка кіргізейікші осы видеоны. Өйткені мынау нәрселерді өзіміз ойламасақ, өзіміз қолға алмасақ, мынау жылжитын түрлері жоқ. Өйткені бұл обслуживать етіп жатқан сервисный компаниялар, мен ойлаймын, олар ақша алып отыр. Не үшін алып отыр онда? Мынау еш қайсысы істемесе, соның жолын тауып істесін, отчет берсін. Істеп, өйткені мүгедек адамдар келген кезде оларға қиын ғой, баспалдақпен міне алмайды. Міну үшін қаншама усилие жасау керек. Коляскалармен келген қалай болады? Сол үшін де оның шешімдері бар ғой. Оны карта сияқылды беріп қояды ғой, мінекей бесплатно. Сондаймен келіп, онлайн картамен кіретіндей, сондай жай адамдар қолдана алмай қылатын қылу керек. Чисто өзі мүгедек адамдарда карточкалар болса, сондаймен кіріп, үстіге көтеріліп кететіндей жеңіл болады ғой. Мынау енді бассыздық совсем. Қазақ елі қолдап қойыңыздар.